Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін бізге бір нелер салып жіберді, СМС. Олына бүкіл Қазақстан бойынша қазір 6 қазанда болатын референдумге байланысты билік өкілдері жарнама іліп тастаған АЭС-ке. Соны кішкене талдап жіберсек болады. Мына жарнама былай басталады. АЭС салу бойынша республикалық референдум дейді. Содан кейін батыл шешім уақыты келді деп қояды да. Содан кейін көп нелер бар, оны тоқталмайық. Бұлар мынандай не бар. АЭС-ке балама жоқ екені ақиқат дейді. Бұл енді қалай беттері бүлк етпей, қалай жалған айтады. Не жоқ деп. Балама жоқ деген ол мүлдем шындыққа жанаспайтын дүние ғой, мысалға. Оған балама өте көп, мысалға. Мысалға, оған балама мына күн энергетикасы, жел энергетикасы, қазір қатты дамып келе жатқан қарқынды түрде, су энергетикасы, гидроэлектростанциялар, үлкеннен бөлек кіші гидроэлектростанциялар, мына тау өзендерін әрбір Германия, Европаның барлық елдерінде әрбір 4-5 шақырым сайын кіші өзендердің бәрінде гидроэлектростанциялар бар. Оның жүздеген, мыңдаған Қазақстанда салып тастауға болады, барлық тау өзендеріне. Ол өте арзан да, тиімді де, ең таза солар болады ғой. Күлмен жер, оларда қазіргі кезде өте мына неден де қуатты, атом электростанциясынан да қуатты жоғары. Мысалға, қазір күн энергетикасы 2200, 2300, 2400 мегаваттық күн панельдері қойылған. Олар әлде қайда арзан. Одан кейін жел энергетикасы, олар қазіргі жұмыс жасап жатқан ең қуаттысы, мысалға Гансу провинциясында Қытайдағы, ол 7760 па сондай мегаваттық. 7960, 8000 гигаватт. Оны олар 20 мыңға жеткізбек. Сондай қуатты электростанциялар. Олар әлде қайда арзан. Мысалға, 5-6 еседен 10 есеге дейін арзан. Және бұлардан бөлек геотермалдық нелер бар. Геотермалдық деген жер астының тереңдеген сайын ыстық сулары болады, жер асты ыстық сулары. Оны тереңдеген сайын, мысалға, 700-800 мың, одан да тереңнен кәдімгі 70-80-100 градустан 150, одан да жоғары градустағы су болады. Соларды да пайдаланып жатыр. Қазір Германия, Дания, барлық Европа елдері геотермалдық электростанцияны салады. Оны үйді жылтуға да пайдаланады, и электрогенерациясына да пайдаланады, геотермалдық. Және де альтернатива тағы, мысалға, Ұлыбританияда айтуға болады, мына көмірмен жұмыс жасайтын электростанция бар, қалдықсыз технология. Ол қалдықсыз болғанда оның түтіні де, ысы да, күлі де, барлығы, әсіресе күн мен ыс, әртүрлі фильтрлерден өтеді, 1 грамм түтін ауаға кетіп қалмайды. 1 граммы кетпейді. Оның өзі қосымша құны бар өнімге айналады. Одан да пайда табылады. Күлі де жаралады, ысы да жаралады. Ысы ол графит, графен, тағы неше түрлі материалдар жасалады. Міне, ондайдың 1-2 заводын Қазақстанға, бірін оңтүстікке, бірін солтүстікке салса да болады, мысалға. Жаңағы геотермалдықты да салса болады,
күн мен жел электростанциясы, міне балама. А бұлар беттері бүлк етпей, балама жоқ дейді. Бұлар тағы қандай нелер айтады? Мысалға, әртүрлі жалған өтірік нелерді жазады. Біз бүгін атом реакторларын ғылыми мақсатта пайдаланамыз дейді. Заманауи АЭС-тер толықтай қауіпсіз деп қояды. Бұл тағы да жалған. Бұлардың қаупі ешқашан сейілмейді. Кез келген соңғы үлгідегі жасалған электростанциялардың бәрінде ылғи қауіптілік жоғары болады. Және тұрақты деп қояды. Мысалға, тұрақты энергетика дейді. Жел мен күнді өздерінше тұрақсыз дейді. Оған қарағанда жел мен күн көп болса, ол бір жерде жел болмаса, басқа жерлерде жел соғып тұрады. Желі бар жерлерге Қазақстан салмақпыз ғой. Ондай жерлер Қазақстанның жері кең, өте кең. Европаның кез келген елінен 5-6 әйтпесе 10 есе үлкен. Сонда бір тұтас энергия жүйесі болса, ешқандай тапшылық не көрілмейді. Мысалға, күн мен желдің өзінен геотермалды санамасақ, мен газды айтып отырған жоқпын. Газ, көмір, оны ары берде кейін салудың да керегі жоқ. Ол газ, мұнай, оны газ өңдейтін заводтар жасалып, газды оданша неге пайдаланғанша, оларды автотранспорттарға пайдаланған дұрыс. Мысалға, ақыры газ өңдейтін заводтар салынса, Мұхтар Жақшев айтқандай, оны электростанцияға өртегеннен гөрі, ол өте қымбатқа түседі. Тегін газ болмайды, оны өңдеу ол қымбатқа түседі. Ал оны өңдегеннен кейін, оданша оны ең тиімді қаланың экологиясына пайдалы Алматының жарым транспортын мысалға газға ауыстырса, қандай жеңілденіп қалар еді. Ал 70-80%-ға ауыстырса, ол тегі жақсы мысалға. Сондайды неге ойламайды мысалға? Өңкей жалған сөйлейді мысалға. Және бұл жарнамалар мемлекет есебінен. Бұларды жауапқа тарту керек. Мына жарнама жасап жатқандарды жауапқа тарту керек. Ол жаңағы 15.500 миллиард ақша бөлінді ма? Соның есебінен, осының бәрінен есеп сұрау керек бұлардан. Мына жарнама ненің есебінен жасалып жатқанын. Ал егер мына референдум әділ өтсін десе, мынандай жарнама жасалмау керек еді. Егер жасалатын болса, онда қарсы пікірлерді қасында тұру керек еді. Оған жол бермейді. Мына АЭС-ке қарсы белсенділерді Алматыда 13-15 белсенді қамады. Олардың үстінен қылмыстық іс қозғап жатыр. 272 бап бойынша. Бұл не деген масқара мысалға? Бұл әбден шектен шыққандық қой мысалға. Заманауи АЭС толықтай қауіпсіз, олардың құрылысы мен жұмысын МАГАТЭ қадағалайды деп қояды. МАГАТЭ ол тек қана олар ары берден кейін бұларды не қылуға есепке алмаса да болады. Олар да мына орысша айтқанда заинтересованная сторона дейді. Егер атом электростанциясы болмаса, МАГАТЭ де болмайды. Ал атом электростанциясын барлық елдер бас тартып жатыр. Түбінде енді 20-25 жылда атом электростанциясы қалмайды. Ол жеке тақырып болсын. Одан кейін не дейді мысалға? Еліміздің энергетикалық тәуелсіздігі үшін деп қояды. Қайдағы энергетикалық тәуелсіздік? Энергетикалық тәуелсіздік жаңағы баламалы энергия көздерінен алынса энергетикалық тәуелсіздік болады. Ешкімге тәуелсіз емес. Жел мен күнде ешқандай көмір әкелудің керек жоқ.
ана газ құбырлары керек жоқ, мысалға газдың да керек жоқ деп отырғаным сол. Газды сол жерде өңдеу заводтарын салған дұрыс. Одан кейін нелер, ешқандай темір жол, автотранспорт, ешқандай шығын жоқ мысалға. Ал атом электростанциясы ол барып тұрған шығын. И жаңа қандай жалған айтады, ол таза энергия көзі деп. Ол жалған, ол қанша жұмыс жасап жатқанда, ол бәрібір радиация бөлінеді. Не, оның түтін шығаратын мұржасынан ылғи да бу шығып жатады, бұрқыраған. Оның ішінде неше түрлі бөлінген әртүрлі радиациялық дүниелері бар. Мына кім Германия бекерден бекер бас тартқан жоқ. Мына атом электростанциясы жұмыс жасап жатқан 40-50 шақырым жердегі аурулар, неге байланысты, қан аурулары, сол радиацияға байланысты аурулар 4-5 есе жоғары болады. Ол нақты Германияның статистикасы. Бәрінің жабу себебінің де бірі, қаупі басқа жағын айтпағаның өзінде. И және де тағы мына нені өндіру үшін, мысалға, атом электростанция отынна, уран өндірісі өте лас. Ол өндіргенде сол Қазақстан мақтанады өздерінше. Бізде уран өндірсін 40-45% біз өндіреміз. Уран бізде барда, біз неге атом электростанциясын салмаймыз дейді. Ал уран өндірісінде жер қалпына ешқашан келмейді. Ол жерлер уланған, радиацияланған, қалпына келмейтін жер болады. Уранды өндіру үшін ол тереңде жатады. 400, 500, 600, 700 метрге дейін тереңде жатады. Бұрғылағанда жер асты суларына оған тек қана қойтылған күкірт қышқылын құяды ғой. Нені уранды ерту үшін. Оған көп су керек. Жер асты суларын бәрін сонда жібереді. Құдықтар айналсын. Су қалмайды. Құрғайды сол жерлер. Одан кейін радиация бөлінеді. Неше түрлі компоненттері болады. Уранның қалдықтары. Радиацияланады. Уладады. Қышқыл, күкірт қышқылы. Химиялық реакцияға түсіп, тағы неше түрлі газдар бөлінеді, улы газдар. Соның бәрі сол жерді қалпына келуге келмейді, өлі жерге айналады. Ол Америка құрама штаттарының тәжірибесінен білуге болады. 30 жылға рекультивациялық жұмыстар ешқандай оң нәтиже берген жоқ. Сол себептен де Америкада соңғы бір 20 жылдан астам болды ма, 30 жыл болды ма, 30 жылдан да асып кетті айтпақшы. Лицензия бермейді. 1 грамм уран өндірісіне тыйым салынған. Қазір Америкада уран да өндірілмейді, атом электростанциясы да салынбайды. Ешқайсысына да лицензия берілмейді. Олар атом электростанциясы осыдан 30, 35, 40 жыл бұрынғы салынған атом электростанциясы енді бір 20-25 жылда барлығана несі біткенде жұмыс жасау мерзімі. Олар бәрі жабылады. Америка 50 жылға қарсы, 2050 жылға қарсы бірде-бір атом электростанциясы қалмайды. И және де уран ол өте тапшы, уран болғанда ол жай уран емес. Атом электростанциясына, ядролық қаруға да уран рудасындағы уран 235 керек. А ол таза уран рудасының өзінде өте аз, 0,7%. Уранды байыту деген сол уран 235-ті кемінде 4,5-5%-ға дейін көбейту керек. Байыту деген сол.
Ал кіші атом электростанциясында оны 20%-ға дейін байытады. Дәлірек айтсақ, 19,75%-ға. Ол одан да қымбат болады. Ана кіші модульді, кіші атом электростанциясы, ана үлкен атом электростанциясы тиімсіз болса, ана одан еселеп қымбатқа түседі. Сол себепте кіші атом электростанциясы мүлдем пайда болмайды. Ана Мұхтар Жақшевтің армандаған кіші модульді реакторлар пайда болғанда таңлап аламыз деген ол қиял ғана. Соны да түсіну керек. Ол ешқашан болмайды, ол экономикалық тиімсіз. Ол тек қана стратегиялық маңызы бар сүңгуір қайықтарға және солтүстік мұзды мұхитта мұз жаратын мұз жарғыш кемелерге ғана керек. Ол қымбат болса да мемлекеттің субсидиясы арқылы болады. Субсидия жасайды. Ол бағасына қарамайды. Ол мемлекеттік стратегиялық маңызы бар қорғанысқа, басқа да осындай не. Ал таза энергия өндіруге кіші атом электростанциясы мүлдем жарамайды. Ол ешқашан пайда болмайды. Үлкен атом электростанциясы да олар енді алдыңғы 25-30 жылдан кейін дүние жүзінде де қалмайды. Оның болашағы жоқ екенін ғалымдар баяғыда дәлелдеп қойған. Бұлар біздің Ресейге, оның ішінде Путинге берген уәдесі соны орындау ғана мысалға. Бұнда болашақ жоқ. Себебі Ресейдің басқа дүние жүзіне ұсынатын ештемесі жоқ. Кеңестер заманынан қалған осы атом технологиясынан басқа ештеме жоқ. Ал екінші, үшінші буын, 3+ деп қоятындары ол тек қана сол бұрынғы кеңес замандағы технология. Ол тек қана қауіпсіздік шарасын күшейтеміз деп, оның бағасы өсе береді. Бұрында не болса, қазір әлде қайда қымбатқа түседі. Бірақ қауіпсіздігіне ешкім кепіл бола алмайды. Адами фактор, басқа да факторлар жетерлік. Ары берден кейін Ресей салса, негізгі оны бақылау Ресейден болады. Оны қашықтан Мәскеуде отырып атом электростанциясын істен шығара салуға қолдарынан келеді. Бүкіл басқару жүйесі солардың қолында болғаннан кейін. Осындай жарнамалар адамның ары берден кейін қанын қайнатады. Бұл барып тұрған бетсіздік, ұятсыздық. Бұл бұндайды әуелі жауапқа тарту керек. Мемлекет қаржысына осы нені жарнамалап отыр. Қайдағы референдум? Референдум болса, бұлай жарнамаламау керек еді. Тағы қандай нелері бар? Қазір қарайық. Толықтай қауіпсіз, оны не қылдық? Олардың құрылысы мен МАГАТЭ енді билейді. Сіз АЭС құрылысын салуды қолдау арқылы дейді. Еліміздің энергетикалық тәуелсіздігі үшін, оны айттық, тәуелсіздігі болмайды, ол керісінше тәуелді етеді. Ресей салса, Ресейге тәуелді етеді. Одан кейін ауаның, судың және жердің тазалығы үшін деп қояды. Керісінше ауаның да, судың да, жердің де лайлайды, радиацияланады, улайды. Неде жаңағы уран өндірісі тіптен ол жерді өлтіреді. Оған тыйым салу керек. Билік кеткеннен кейін келесі билік бүкіл уран өндірісін бар ғой, шетінен жабу керек, лицензиясын алып тастап отыру керек. Сол жерлерді уран өндірісін алдағы бір 4-5 жылда бәрін уран өндірісін тоқтату керек Қазақстанда. Ол сондай мақсат қою керек. Онсыз қазіргі Шымкент облысының солтүстік жағы түгелдей, Созақ, басқа да жерлер, Қызылорданың шығыс бөлігі, солтүстік шығыс бөлігі,
Жамбыл облысының Мойынқұм ауданы, осының бәрі жерді улап жатыр. Қалпына келмейді олар. Уран өндірілетін жер. Тағы не? Ауаның, судың оны неттік, жердің тазалығы болмайтындар. Әр үйде жылылық, жайлылық үшін. Жылылық, жайлылық ол қайдан берсін? Жылылық, жайлылықты басқа да энергия көздері жеткілікті. Атомнан басқа. Ондай қауіпті дүниенің бізге не керек мысалға? Одан кейін болашақ мына жерде дұрыс ұрпақтың дені сау, өмірі жайлы болу үшін дейді. Қайдағы дені сау қылмайды, ол ауру қылады ғой, ауру қылады, радиация, сәулеленеді мысалға жақын тұрғандар. Ал Құдай сақтасын, жарылатын болса, онда тіптен қауіпті болады ғой. Мына жерде өшіп қалған, дұрыс оқуға келмейді. Мына суретін салып жүрген ғой, түсіріп алған. Оны оқи алмай отырым. Дауыс беру бюллетендерін «Я» деген графаға дауыс беріңіз дейді. Міне, мектептің алдында «Я» деген графаға дауыс беріңіз дейді. Бұл тағы да жарнама, үгіттеу. Оған қандай хақысы бар? Егер не қылса жазу керек қой. Таңдау сізден деп, мысалға. Дауысты қолдап дауыс бересің ба, әлде қарсы дауыс бересің ба? Сондай болу керек қой. Мұнда, міне, адамды соған дауыс берсеңіз, сонда бүкіл жайлы өмір бәрі қамтамасыз етілетіге келтіреді. Бұл енді барып тұрған бассыздық. Міне осындай тағы не дейді? Өшіп тұр, бүгінгі мен болашағына бейжай қарамайық. Келер ұрпаққа әділетті, таза әрі прогрессивті Қазақстан қалдырайық деп қояды. Прогрессивті емес, нағыз өткен заманның 20 ғасырдың технологиясы бұл. Бұдан бас тартып жатыр. Қазір ғылымның басқа неше түрлі жаңа заманауи технологиялар дамып жатыр. Содан құр қалған Ресей өзінің 20 ғасырдың кеңес дәуірінен қалған осы атом технологиясын бізге тықпалап жатыр. Ал өздерінің Назарбаевтың өткізген экспосы қайда қалды? Сол кезде мына күнді, желді жарнамалап еді. Алды бастап та қойған. Одан кейін ары берден кейін жаңа мен айтып кеткен геотермалды оны да қолға алып жатқан. Соны зерттеп, қандай жерде, қандай тереңдікте, қандай нелер, мүмкіндіктер, қандай ресурстар барын. Алматы облысы, Жамбыл, Шымкент облысы, орталық Қазақстан, батыс Қазақстан. Батыс Қазақстанда онсыз да дайын тұрған нелер, бұрғылар бар ғой, мысалы, мұнай мететін. Сол терең бұрғылап, сол жер асты мұнайы емес, мұнай өз алдына ғой. Жаңағы жер асты ыстық суларын, ол жерде де геотермалдық электростанция салуға болады. Мұна Сауд Арабиясын үлгі алуға болады ғой. Оларда барлығы бар, мысалға мұнай, газ, бірақ олар қазір жел мен күннен қандай не жасап алды. Әуелі қала салып жатыр. Барлығы бір не жоқ, мысалға. Мұнай, газ не қылатын, бәрі күн мен желдің несі, электростанциясы. Норвегияны алсақ болады. Норвегияда мұнай да, газ да бар. Барлық энергетиканың 70% ол баламалы энергия көздерінен алады. Австралия
оларда да өте бай. Олар да атом электростанциясына бас тартты. Канадада 70%-дан астам. Олар 90%-ға жеткіземіз деп отыр 30 жылы. Австралия 80%-дан асырамыз деп, Германия 80%-дан асырамыз деп отыр. Осы алдымыздағы 5-6 жылда. Міне біз қайда не қылуымыз керек, ұмтылу керек. Сол дамыған елдерден қалмау керек. Міне, ал енді мынандай жарнама жасау, ол өте ұят нәрсе. Бұл референдум заңсыз. Бұл қандай жағдай болса да, бұның заңдық күші жоқ. Бұл басталғаннан үгіт насихаттың барлығы заңсыз нені бүлдірген. Орталық сайлау комиссиясының жұмысы да заңды да барлығы бүлінген. Мектеп директорлары участоктың нелері болмау керек, мысалға басшысы. Оған тәуелді мұғалімдерді, бұның бәрі заңсыз. Енді міне басқа енді айтарға сөз жоқ. Егер қажет болса басқа не қылармыз, эфирге шығамыз. Қош сау болыңыздар.